Жалпы мына жаз болса, шілде айында ең бірінші есте қалатын осы залда да отырған шығар деп ойлаймын. Көптеген енді ата-аналар балдарын оқуға түсіруге алып келіп жатырған шығар деп ойлаймын. ОБТ бітті. Қазір мына ОБТ деген бір қарап тұрсам кәдімгі ОБТ. Ұлттық бірыңғай тест секілді емес, ұлы бір күндік төңкеріліс секілді кәдімгі. ОБТ күн. Кәдімгі ана бала емтихан тапсыруға емес, бір соғысқа кетіп батырған секілді. Көзі төрт бұрышты. Түнімен дайындалып батыр. Ана бір киімдердің арасынан нелерге патрон салып батырғандай шпаргалкалар жаңа. Ана тыққандарын кәдімгі біздің Қазақстанның полиция КМБ-лар таға алмайды, таба алмайды. Неше түрісін дайындап түнімен көз төрт бұрышты болып дайын тұрады. Ата-аналар тамақтарын дайындап жүр. Уайымдама бала, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Уайымдама бала, уайымдама. Бүкіл тамағын салып болады. Бала мектепке қарай жол жүреді. Военкоматқа кетіп батырған секілді. Мектептің ауласына кірет, пожарный, скорый, полиция, министерство, ауылдың участковый жүр, ол нағып жүрген өзілмейді. Барлығын тізіп қояды, әлгі балдар қатар-қатар тұратқан. Мектептің директор сөйлеп жүр. Құрметті оқушылар, бұл біздің мектебіміздің абыройын түсірмейді деп ойлаймын сіздерді. Осы жылда сіздер 11 жыл күттіңіздер. Бүгінгі осы қандай балаласыздар, сол өздеріңіздің өмірлеріңіздің тағдырларыңыз. Бірден айтып отырған секілді кән. Бір кезде автобус келеді, 5-6 автобус. Бүкіл балдардың бәрі отырады, эшелонға отырған секілді. Пойызға. Ана 5 автобус жүреді, артынан ата-аналар кетіп баратыр. Жигули, газель, мотоцикл, атарба, целый штаб кетіп барады артында. Ана Жигулидің ішінде папасы рөлде, мамасы, алтында қазақ тілінің мұғалімі, математиканың мұғалімі, тарихтың мұғалімі, багажникта физкультура мұғалімі. Мектептің мұғалімі, завучтар сол экзамен тапсыратын ғимараттың подвалда отыр кәдімгі. Ана баланың құлағында наушник кәдімгі, соғыстағы секілді. Ана жақтан сұрақ келеді, мұн жақтан жауап кетіп жатыр кәдімгі, керемет енді барау. Ана балдар бір кезде тексергенде ол балдарды кіргізуге, аэропортта самолетке мінгенде тексермейді. Балдардың барлықтан первый пошел, второй пошел, третий пошел, третий, четвертый пошел дейді. Емтиханға кіргізет, басталады. Ата-аналарын қарасаң, сол мектептің сыртында тұрады кәдімгі. Бір кезде бір бала емтиханын тапсырып бірінші шығады. Ана баланың түрін көрсеңдер, минный полядан шыққан секілді. Ата-аналар жүгіріп батыр кәдімгі. Мен балам көрдің ба? Мен балам не істеп батыр? Анау кәм білмеймін ан жақта жүрген жаңа. Бір сағат бұрын көргенде жүрген дегенсің. 5-6 балдар шығып батыр. Бірі құлап су ішіп батыр кәдімгі. Ата-ана жүгіріп батыр. Ананы қарасаң кәм шынымен де. Содан не керек? Барлығы бір соғыс бітіп, бірінің басына бинт орап батыр, бірінің аяғына бинт орап батырған секілді. Сағат 5-ті күтеді. Сағат 5-те бір тақта шығады. Ол кәдімгі бір кім тірі, кім өлген секілді. Баяғы заманның. Соны әкеліп қояды, сол кезде қарасаңыздарды. Ана балдарға. Таласып. Бірі қуанып батыр, бірі жылап батыр, бірі талып батыр. Біреулер бар ішінде бітіп келеді де өйтіп қарайды да оларға бәрібір қорасындағы сиырға сеніп жүргендер. Жоқ, кей кезде ойлаймын, неге сондай болып кетті деймін. Неге қинап жібердік ол балдарды? Бұрын билет тапсырып, билет суырып, экзамен тапсыратын едік қой. Осы отырған бәріміз, көпшілігіміз. Сол билет суырып, экзамен тапсырған ағаларымызға ел басқарып отыр ғой. Еліміз өркендеп батыр, дамып батыр.
Бірақ енді шыны керек, бізден де бар еді ата-аналардан. Біз қазақ баланы бірінші сыныпта жақсы тексереміз. Бірінші сынып осы 5-ке бітірсе болды. Мектеп бітірейін деді қандай. 5-ке бітірді мен балам дейді. Сосын 2-ші класс, 3-ші класс, 4-ші класс, 5-ші класс, 6-ші класс, 7-ші класс, 8-ші класс өзі оқи береді. Оқып атма ешкім. 9-ші класс, 10-ші класс, 11-ші класс келгенде ұбыты бар сендер дейді. Дайындал дейді. Үйден шықпайсың бала. Дайындал дейді. Ол баланы дайындалып отырғанын көрсеңіздер, контактта, агентте, интернетте, үйге папасы мамасы кіріп қалса өтірік бірдеңе оқып отырған секілді оқып, шығып кетсе қайтадан жауып тастап интернетін ашып отырады. Сосын осындай ұбыты кезінде әлгі баланы айтатын жауабы: мен оқыған сұрақтардың біреу жоқ дейді. Оған ата-анасы сенеді, ата-ана айтады: мен балам білем, 1 жыл дайындалды. Біреу болмаған дейді. Неге айтып жатырмын мен оны? Егер баланы 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқуын қадағаласақ, мынандай ұлы бір күндік төңкеріліс болмас еді ағайын. Артынан ата-аналар кетіп баратыр. Жигули, газель, мотоцикл, атарба, целый штаб кетіп барады артында. Ана Жигулидің ішінде папасы рөлде, мамасы, алтында қазақ тілінің мұғалімі, математиканың мұғалімі, тарихтың мұғалімі, багажникта физкультура мұғалімі. Мектептің мұғалімі, завучтар сол экзамен тапсыратын ғимараттың подвалда отыр кәдімгі. Ана баланың құлағында наушник кәдімгі, соғыстағы секілді. Ана жақтан сұрақ келіп, мына жақтан жауап кетіп жатыр кәдімгі, керемет енді бар. Ана балдар бір кезде тексергенде ол балдарды кіргізуге, аэропортта самолетке мінгенде тексермейді. Балдардың барлықтан: первый пошел, второй пошел, третий пошел, третий, четвертый пошел дейді. Емтиханға кіргізет, басталады. Ата-аналарын қарасаң, сол мектептің сыртында тұрады кәдімгі. Бір кезде бір бала емтиханын тапсырып 1-ші шығады. Ана баланың түрін көрсеңдер, минный полядан шыққан секілді. Ата-аналар жүгіріп жатыр кәдімгі: мен балам көрдің ба? Мен балам не істеп жатыр? Анау кәдімгі білмеймін ана жақта жүрген жаңа. 1 сағат бұрын көргенде жүрген дегенсің. 5-6 балдар шығып жатыр, бірі құлап су ішіп жатыр кәдімгі. Ата-ана жүгіріп жатыр. Ананың қарасаң кәдімгі шынымен де. Содан не керек? Барлығы бір соғыс бітіп, бірінің басына бинт орап жатыр, бірінің аяғына бинт орап жатырған секілді. Сағат 5-ті күтеді. Сағат 5-те бір тақта шығады. Ол кәдімгі бір кім тірі, кім өлген секілді. Баяғы заманның. Соны әкеліп қоя, сол кезде қарасаңыздарды. Ана балдарға. Жалпы мына жаз болса, шілде айында ең бірінші есте қалатын осы залда да отырған шығар деп ойлаймын. Көптеген енді ата-аналар балдарын оқуға түсіруге алып келіп жатырған шығар деп ойлаймын. ұбт бітті. Қазір мына ұбт деген бір қарап тұрсам кәдімгі ұбт. Ұлттық бірыңғай тест секілді емес, ұлы бір күндік төңкеріліс секілді кәдімгі. ұбт күн. Кәдімгі ана бала емтихан тапсыруға емес, бір соғысқа кетіп батырған секілді. Көзі 4 бұрышты. Түнімен дайындалып батыр. Ана бір киімдердің арасында нелерге патрон салып батырғандай шпаргалкалар жана. Ана тыққандарын кәдімгі біздің Қазақстанның полиция КМБ-лар тағалмайды, бар, таба алмайды. Неше түрісін дайындап түнімен көз 4 бұрышты болып дайын тұрады. Ата-аналар тамақтарын дайындап жүр. Уайымдама бала, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Уайымдама бала, уайымдама, бүкіл тамағын салып болады. Бала мектепке қарай жол жүреді. Военкоматқа кетіп батырған секілді. Мектептің ауласына кірет, пожарный, скорый, полиция, министерство, ауылдың участковый жүр, ол нағып жүрген өзілмейді. Барлығын тізіп қояды, әлгі балдар қатар-қатар тұратқан. Мектептің директор сөйлеп жүр. Құрметті оқушылар, бұл біздің мектебіміздің абыройын түсірмейді деп ойлаймын сіздерді.
Осы жылда сіздер 11 жыл күттіңіздер. Бүгінгі осы қандай балаласыздар, сол өздеріңіздің өмірлеріңіздің тағдырларыңыз. Шинон, шиншлайн, штейншлун, пенун, шиканан, шиншлун, шинан, шаншлайн, шулу, хайнпен, шиншлун. Бірден айтып отырған секілді кәм. Бір кезде автобус келеді, 5-6 автобус. Бүкіл балдардың бәрі отырады кәм, эшелонға отырған секілді. Пойызға. Ана 5 автобус жүреді. Қаласып. Бірі қуанып атыр, бірі жылап атыр, бірі талып атыр. Біреулер бар ішінде бүйтіп келеді де бүйтіп қарайды да оларға бәрібір қорасындағы сиырға сеніп жүргендер. Жоқ, кей кезде ойлаймын, неге сондай болып кетті деймін де? Неге қинап жібердік ол балдарды? Бұрын билет тапсырып, билет суырып, экзамен тапсыратын едік қой. Осы отырған бәріміз, көпшілігіміз. Сол билет суырып, экзамен тапсырған ағаларымызға ел басқарып отыр ғой. Еліміз өркендеп жатыр, дамып жатыр. Бірақ енді шыны керек, бізден де бар еді ата-аналардан да. Біз қазақ баланы 1-ші сыныпта жақсы тексереміз. 1-ші сынып осы 5-ке бітірсе болды. Мектеп бітірген деді қандай.